Сәлеметсіздер ме? Жібек жол телеарнасында жаңалықтар, студияда Айгүл Әбілқали. Жамбыл облысында табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Өйткені аяз бен боран 2 күннен бері өңір жұртын әлікке салды. Күре жолдарда қар басып қалған. Құтқарушылар бүгін 2400 адамды қар құрсауынан алып шықты. Оның 90-ы жас бала, ал 600 үйлеріне оралса, 1813 жылыту бекеттеріне жеткізілген. Денсаулығы сыр берген 3 азамат Қордай аудандық ауруханасына жатқызылды. Соңғы 2 күнде осылай жолда қалған 5000-дай адам құтқарылған екен. Қордай мен Шу аудандарында 9 жылыту бекеті ұйымдастырылған. Олар 825 адамға шақталған. Құтқару жұмыстарына 171 маман, 76 техника жұмылдырылған. Бүгінгі таңда Жамбыл облысының бойынша барлық республикалық маңызы бар жолдар жабық. Қазіргі таңда Қордай ауданында атқарылып жатқан жұмыстарға Алматы қаласынан республикалық жедел құтқару жасағы шыққан болатын көмекке. Тиісті құралдармен жабдықталған және біздің де құтқарушылар сол жерде жұмыс істеп жатыр. Қалың қар күре жолдарды ғана емес, темір жолдарды да басып қалды. Сондықтан Жамбыл облысында 20 шақты пойыз уақытынан кешікті. Темір жолы тораптарын қардан тазартуға 2000-нан астам адам жұмылдырылды. Бүгін жолға шығатын пойыздардың жүру уақыты өзгерді. Алматы-Орал, Алматы-Атырау бағытындағы жүрдек пойыздарға билет сатып алған жолаушылар қарапайым вагондармен жөнелтіледі. Айта кету керек, аяз бен боранның кесірінен өңірде төтенше жағдай режимі енгізілді. Қазгидромет еліміздің 7 өңірінде дауыл болады дейді. Атап айтқанда Алматы, Қонаев, Қызылорда, Жамбыл облысында жел күшейіп, секундына 23-28 метрге дейін жетеді. Ал Маңғыстау, Түркістан, Ақтөбе өңірінде оның екпіні секундына 15-20 метрден аспақ. Синоптиктер Жетісу, Алматы, Талдықорған облыстарында минус 28-30 градусқа дейін суық болады деп болжап отыр. Сондай-ақ Түркістан, Жамбыл, Шымкент, Тараз облыстарының кей аймақтарына қалың тұман түседі. Биыл қолданылмай құр жатқан 10 миллион гектарға жуық жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Оның ішінде заңсыз жолмен берілгендері де бар. Президент тапсырмасын үкімет қаншалықты орындалған бүгін жариялады. Алдымен премьер-министр Әлихан Смайыловтың өкімімен арнайы мемлекеттік комиссия құрылған. Оның құрамына құқық қорғау органдарының, министрліктер мен әкімдіктердің өкілдері кірген. Қайтарылған жерлер жайылым жетпей жатқан сол елді мекендердегі шаруаларға белгілі бір тәртіппен үлестіріледі. Сондай-ақ Аманат партиясы жанындағы жер аманаты комиссиясы жерлерді қайта бөлуді жіті бақылауға алған. Жерді халыққа ашық әрі әділ бөлу мәселелері үкіметтің ерекше назарында делінген хабарламада. Жылдағыдай шыршаның шырғалаңы басталды. Жаңа жыл алдында сұраныс артқан соң орман отайтындар көбейген. Сондықтан ішкі істер органдары ауқымды рейд бастады. Жасыл желекті заңсыз кескеннің айыбы ауыр. Құзырлы органдар 170 мыңнан 520 мың теңгеге дейін айыппұл салады. Ал егер табиғатқа елеулі залал келтірсе, 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Полицейлер шырша кескендерді көрсеңіз 102 нөміріне хабарласуды сұрайды. Жәнібек Әлімханұлы президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа бокс қолғабын сыйға тартты. Ол кәсіпқой спортшы, бокстан WBO, IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы. Кеше мемлекет басшысымен бірге футзалдан Қазақстан ұлттық құрамасына қолдау көрсетуге барған болатын. Айта кетейік, кеше Қазақстан командасы Нидерланд құрамасын жеңді, есеп 2-0. Қарсыластың қақпасына бірінші голды Біржан Оразов тоғытты. Екінші голды Дуглас Жуниор салды. Қымбатты көрермен, әзірге осы. Жібек жол телеарнасымен бірге болыңыздар.